Айдана, маған ата-анам карточка ашып берді. Енді ересек адам сияқты өзім төлем жасай аламын. Бірақ сен оны қалай қолдану керегін білесің бе? Әлде жай дүкенде көрсеткің келе ме? Жай ғана сатушыға бересің де болды емес пе? Әлде қалай, білмеймін, үйретесің бе? Кеттік бәрі кезеңмен көрсетем. Жасөспірім банктік картаны қалай пайдалана алады? Мысалы, су алдым дедік, картада керек емес, қосымшаны ақшасында болды. Шынба, қолында карта болмаса да ма? Ал QR ше? Өте оңай, QR арқылы төлеу дегенді ашып, растайсың. Бірақ есіңде сақта, бейтаныс QR кодтарды ешқашан сканерлеме. Бұл өте қауіпті. Айтпақшы, егер маған құрбым, маған ақша жіберу керек, сен карточка арқылы жібере алам ба десеші? Тоқта, олай ешқашан істеме. Бұл дропер болуы мүмкін. Не дегенін? Дропер алаяқтар заңсыз ақшаны аудару үшін қолданатын адам дәнекер. Сен білмесең де заңның алдында сен кінәлі боласың. Ол өте қауіпті. Карта мен жеке деректерді ешкімге бермеңіз. Бұл заңсыз. Картаны жоғалтқан кезде істейтін әрекеттер. Қосымша арқылы картаңызды бұғаттаңыз. Банкке қоңырау шалыңыз. Шығындарды тексеріңіз. Ата-анаға хабар беріңіз. Сонымен не үйрендік? Картаны ешкімге бермейміз. QR-мен тек сенімді кодтарды сканерлейміз. Құпия сөзбен ешкіммен бөліспейміз. Және күмәнді аударымдар болса, бірден банкқа хабарласамыз. Жарайсың. Енді сен басқаларға кеңес бере аласың. Негізі картамен қолдану өте ыңғайлы екен. Әрине. Тек қауіпсіздік қажет.